Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін педагогика пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы оқыту әдістері туралы ұғым және оларды топтастыру. Білімді алу көзіне қарай топтастырылған әдістер. Сабақтың мақсаты оқыту әдістері, тәсілдері, құралдары және оқыту әдістерінің жіктелу мәселелері туралы түсіндіру, білімдерін тереңдету. Міндеттері: білім алушыларды танымдық белсенділігін дамытуға көмектесетін оқыту әдістерін таңдау және қолдануды, алуан түрлі оқыту құралдарымен жұмыс жасауын жүзеге асыруды, оқыту үрдісінде қазіргі оқыту формаларын және әдістерін қолдануды, қазіргі оқыту әдістерін таңдауға және қолдануға дағдыландыру. Әдіс деген сөз ол гректің методос деген сөзінен шыққан. Бұл ұғым белгілі ақиқатқа, шындыққа, мақсатқа жетудің жолдары деген мағынаны білдіреді. Демек, оқыту әдісі дегеніміз оқушыларға білім беру және оларды дамыту мақсатында мұғалім мен оқушылардың бірлесіп жасайтын қызметі мен қарым-қатынасының тәсіл амалдары. Педагог ғалымдар оқыту әдістеріне былай анықтамалар берген. Мысалы, Шукинаның айтуы бойынша, оқыту әдісі дегеніміз мұғалім мен оқушылардың өзара әрекетінің арасында бірлесе жасайтын әрекеті. Зверевтің пікірі бойынша, оқыту әдістері дегеніміз мұғалім мен оқушылардың өзара әрекетінің барысында білім алу жолдары. Бабанскийдің берген анықтамасы бойынша, оқыту әдістері дегеніміз мұғалім мен оқушылардың өзара әрекетінің негізінде білім, тәрбие және таным процесін жетілдіру. Демек, байқап тұрғанымыздай, барлық ғалымдардың пікірлері ортақ. Оқыту әдісі дегеніміз ол белгілі бір мақсатты көздеген мұғалім мен оқушылар арасындағы өзара қарым-қатынас және іс-әрекет. Тәсіл ол оқыту әдісінің элементі. Жоспарды хабарлау, оқушылардың зейінін сабаққа аудару, оқушылардың мұғалім көрсеткен іс-қимылдарын қайталауы, ақыл-ой жұмыстары бұл тәсілге жатады. Мұғалім оқытудың нәтижесін арттыруда оқыту әдістеріне қатысты амал тәсілдермен қатар, оның құралдарын да пайдаланады. Олар көрнекі құралдар, оқулықтар, дидактикалық материалдар, техникалық оқу құралдары, оқу кабинеттері. Оқыту әдістерінің жіктелу мәселесіне келетін болсақ, әдістер белгілі бір негіз бойынша бірнеше топтарға бөлінеді. 19 ғасырдың 20-30 жылдарында Райков, Ягодовскийдің түсіндіріп, тәжірибелік, зерттеу, зертханалық әдістер тобын жетілдіріп, зерттеген. Данилов, Есипов дидактикалық мақсатқа жету үшін қолданылатын әдістерді топтастырған. Оларға білім алу, іскерлік, дағдыларды қалыптастыру, білімді қолдану, шығармашылық іс-әрекет, бекіту, білім, іскерлік дағдыларды тексеру әдістері жатады. Лернер мен Скаткиннің оқыту әдістерін оқушылардың танымдық жұмыстарын түріне қарай топтастырған. Олар балалардың ақыл-ой жұмысының өз бетімен білім алуын жолдарын көрсетеді. Бұл ғалымдардың әдістерді зерттеп, жіктеу мәселелерінің негізінде осы күнге дейін біз оқыту әдістерінің мынандай 4 тобын қолданамыз. Бірінші топ
білім алу көзіне қарай топтастырылған әдістер. Екінші топқа оқушылардың таным белсенділігі деңгейіне қарай топтастырылған әдістер жатады. Үшінші топ оқу танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері. Ең соңғысы ынталандыру әдістері. Соның ішінде бүгін біз қарастыратын бірінші топтағы әдістер. Яғни білім алу көзіне қарай топтастырылған әдістер. Бұл оқыту әдістерін таңдау негізінен білім берудің мазмұны сияқты оқытудың жалпы мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес анықталды. Оқу процесінде біз білім берудің көзіне қарай төмендегідей әдістерді қолданамыз. Ол сөздік, көрнекілік және тәжірибелік. Енді бұл әдістердің өз ішіне бірнеше әдіс түрлерін қамтиды. Мысал атап айтатын болсақ, сөздік әдісіне әңгіме әдісі, түсіндіру, әңгімелесу, оқу талқылаулары, кітап және оқулықпен жұмыс әдістері жатады. Көрнекілік әдісі екіге бөлінеді: иллюстрация және демонстрация. Тәжірибелік әдіске жаттығу әдістері жатады. Ал енді игерілген теориялық білімдеріміз негізінде тапсырмаларды орындап көрейік. Өздігінен тапсырмаларды құрастырдым. Бірінші тапсырмаға көшетін болсақ, оқыту әдістері, яғни оқыту әдісі туралы ғалымдардың пікір анықтамаларын тауып жазып көріңіздер. Кем дегенде 3 ғалымның анықтамасын жазамыз. Ал кәнекей, сәттілік! Жазып болған болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма кестемен жұмыс. Яғни кестені толықтырыңыз. Мұнда оқу құралдарының түрлері берілген. Сол оқу құралдарының түрлерін толық сипаттап жазып шығыңыз. Біріншісі, оқу кітаптары. Оған мысал ретінде оқулықтар жатады. Тағы қалай толық сипаттауға болады. Екіншісі, көрнекі құралдар. Оған мысалы кестелер жатады. Тағы қандай құралдарды жатқыза аласыз көрнек құралдарына. Үшіншісі, техникалық құралдар. Техникалық құралдарына үнтаспа жатады. Тағы қандай құралдарды техникалық құралдарға жатқызуға болады. Келесі орындап болған болсақ, тапсырмамызға көшейік. Үшінші тапсырма. Білім алу көзіне сай топтастыру дегенді қалай түсінесіздер? Бұл топқа жататын әдістер туралы ақпараттар жинап, хабарлама жазыңыз. Жазып болған болсақ, бүгінгі сабағымыздан алған әсерімізді қол сигналы әдісі арқылы бағалап
көрейік. Егер де сіз бас бармақтың жоғары қарай тұрғанын таңдасаңыз, демек мен түсіндім деген мағынаны білдіреді. Егер де бас бармақ көлденең қарай тұрғанын таңдасаңыз, мен түсінгендеймін. Ал егер де бас бармақ төмен қарай қарап тұрған таңдасаңыз, мен түсінбедім деген мағынаны білдіреді. Ал таңдауларыңызға рахмет. Үй тапсырмасы. Алған білімдерімізді одан әрі толықтыру үшін педагогика оқулығының 3-тен 6 параграфын, яғни оқыту әдістері тақырыбын толықтырып оқимыз, талдаймыз. Авторы Курманальина 2012 жылы басып шығарылған оқулығымыз. Енді орындауға арналған тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Оқыту әдістерінің негіздеріне педагогикалық, психологиялық талдау жасаңыз. Екінші тапсырма. Оқыту әдістерінің түрлерін топтастыру қажеттілігі неде деп ойлайсыз? Қысқаша хабарлама дайындаңыз. Үшінші тапсырма. Ол тәжірибелік тапсырма. Мектепте өзіңіздің педагогикалық тәжірибеңіз кезінде қандай әдістерді жиі қолдандыңыз? Соған байланысты презентация дайындаңыз. Төртінші тапсырма. Зерттеушілік тапсырма. Мектепте озат мұғалімдер тәжірибесінен қандай әдістерді жиі қолдануын байқадыңыз? Қысқаша хабарлама жазыңыз. Үй тапсырмаларының жауаптарын білім KZ ақпараттық жүйесіне жүктейсіз. Ал тағыда мен сіздерге қосымша пайдалануға арналған ресурстар дайындадым. Ол біздің колледжіміздің сайтынан көре аласыздар. Және Әбенбаевтың педагогика оқулығынан оқып толықтыруға болады. Курманальинаның Ғалымова авторларының бірлесіп шығарған педагогика оқулығынан оқуға болады. Және экраныңызда көріп тұрған кейбір электрондық оқулықтарды пайдалана отырып, сіз білімдеріңізді одан әрі толықтыруыңызға болады. Бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Сау болыңыздар.